Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге Құрал Нұрқадыр ағай десеңіздер болады. Бүгінгі тақырыбымыз таңбаға байланысты есептер. Бұл тақырыпты көптеген 11 сыныптың оқушылары қателеседі. Мысалы, мына жерде -7, -8 қанша болады деген сияқты. Таңбаға байланысты и осын көбейту бөлу кезінде қандай болады, жақша болса қандай болады. Мынау жалпы фундаментальный есептер ғой. Мыналарды білмей осылардың шатасатын болсақ, біз математиканың күрделі тақырыптарына өте алмай қаламыз. Оларды уже осы тақырыптарды білмесек, оның бәрін қате шығарамыз. Сол үшін осы тақырыпты жақсылап үйреніп алайық. Бұл жерде мен көбінесе оқушыларға былай үйретемін. Плюстарды қазақтар деп елестетеміз. Плюстар қазақтар, минустар жоңғарлар деп елестетеміз. Енді елестетеміз, қараңыздар. +8 -9 дейді. Бұл жерде не істейміз? +8 -9. +8 деген 8 қазақ. -9 деген 9 жоңғар. Енді бірге бір разны-раз бәрі жеке-жеке шыққаннан кейін бір жоңғар артылып қалады, дұрыс па? Бұл жерде сонда тең қанша артылады? И кім артылады? Соны жазамыз. Жоңғарлар артылады и біреу артылады. Мына. +8 -9 дегенде бір жоңғар артылып қалды. Енді -8 + 3 не болады? -8 + 3. 8 жоңғар бар, 3 қазақ бар. Бір-бірден кеткен кезде, разны-раз кеткен кезде қанша жоңғар артылады? Бізде жоңғарлар көп мына жерде. Жоңғарлар артылады, мына минус шығады. 8 жоңғар еді. 3-еу кетіп қалды қазақтармен, сонда 5 жоңғар артылып қалды. Енді мынаны қараңыздар, 690 есеп. Мынау қызыл кітаптағы есептер. -7 -8 дейді. Не істейміз бұл жерде? 7 жоңғар, 8 жоңғар. Екеуі не істейді? Бірігіп дос болып кетеді да, 15 жоңғар болады. -15 болады. Мынаны көп оқушылар осы жерден жатасады. Минус пен минус болса плюс болады, 8-ден 7 азайтсақ 1 болады деген сияқты сондай шатасып кетеді. Көбісі, көп оқушылар осылай шатасады. -1 или +1 деп. Минус пен минус, плюс пен плюс дегендер ол басқа жақта қолданады. Мына жерде тек қазақтар жоңғарлар деп шығарып кетеміз. Енді қараңыздар. +5 -8. 5 қазақ, 8 жоңғар. Не болады? Мына жерде 3 жоңғар артылады. 3 жоңғар, 5 қазақ. Не болады? Қанша қазақтар көп екен мына жақта? Уже +2 шығады. 2 қазақ артылды. +7 -24. 24 жоңғар, 7 қазақ. Не істейді? Қырылып қалады да. 7 қазақ пен 7 жоңғар кетсе разны-раз, сонда қанша жоңғар артылып қалады? 17 жоңғар артылады. -17 шығады сонда жауап. -17. Так, енді бізде келесі мысалдар көрейік. Бұл енді жақшасы бар есептер. Бұл жерде мынандай ереже бар. Есептің ішінде көбейту болса, немесе жақша болса, или көбейту бөлу или жақша осылардың біреу, хотя біреу бар болатын болса, онда мына ереже қолданылады. Плюс пен плюс болады, минус пен минус тең плюс болады. Екеуі екі түрлі болса, мына қараңыздар. Екеуі бірдей болса плюс шығады, екеуі бірдей болса плюс шығады. Екеуі екі түрлі болатын, минус пен плюс минус шығады, екеуі екі түрлі болса плюс пен минус тең минус шығады. Бұл жерде так, екеуі бірдей болса плюс шығады деген қалай жаттауға болады? Екеуі бірдей, мысалы. Екеуі бірдей. Ондай махаббат деген сияқты, оны плюс. Оны жазбай қалды ма? Так. Так, енді бұл жерде не істейміз? +5 азайту -50 дейді. +5 азайту -50 дегенде жақша бар, дұрыс па? Жақша бар. Жақша бар болса осы ережені қолданамыз. Мына 2 минустың орнына, 1 плюс қойып жібереміз. Минус пен минус тең плюс болады. Екеуінің орнына біз 1 плюс қойып жібереміз. Жақшаны жоқ қылып жібереміз. Сонда +5 +50 болады. Мынау не деген сөз? 5 қазақ, 50 қазақ, сонда +55 шығады. 55 қазақ болады. Бірігіп кетеді да. 5 қазаққа 50 қазақты қоссаң 55 қазақ болады. Мына жерде не істейміз? Плюс пен минус тұр. Минус пен плюс екеуі екі түрлі болса минус болады. Минус болса, значит, мынау тең болады. +4 азайту 79. Не болады? 4 қазақ, 79 жоңғар. Жоңғарлар көп екен, значит, минус шығады. Қанша жоңғар артылады? 75 жоңғар артылады. Минус 75 шығады сонда. 79-ын 4 тап тастаймыз да. Ал мына жерде қараңыздар. Минус пен минус плюс болады. Жақша бар. +86. 2 минустың орнына 1 плюс қойып жібердік. +86 азайту 10. 86 қазақ, 10 жоңғар. Қазақтар артылады. Қанша қазақ артылады? +76 қалады. 76 қазақ артылады. Так, мынаның бәрін шығарамыз да. Так. Мына үшеуін шығарайық. Мынаны өздеріңіз шығарып көресіздер. Так, мына жерде не болады? Тең. -2. Мына минус пен плюс екеуінің орнына біз не қоямыз? Екеуі екі түрлі болса минус болады. Екеуі бірдей болса плюс болады. -48. Мынау не шығады? -2 -48. Екеуі екі түрлі болса 2 жоңғар и 48 жоңғар. Не істейді? Екеуі бірігіп кетеді, дос болып кетеді да. 50 жоңғар болады.
50 жоңғар. Так, мынау не болады? Мына екеуінің орнына біз не істейміз? Плюс пен минустың орнына минус қоямыз. Екеуі вектор болса минус 7, азайту 3. Бұлда не болады? 7 жоңғар, 3 жоңғар. Екеуі бірігіп кетеді да 10 жоңғар болады. Мынау не болады? Тең минус 6. Минус 6 деген әшін жақша оқыған бізді шатастыру үшін. И плюс 2 плюстер. Ортасын сан жоқ. 2 плюстің ортасын сан жоқ. Екеуінің орнына біз плюс қоямыз. Екеуі бірдей болса плюс болады деп айттық мына жерде. Плюс 7. Минус 6 плюс 7 не шығады? 6 жоңғар 7 қазақ. Қазақтар көбейген. Қанша қазақ артылады? 1 қазақ артылады. Плюс 1 шығады сонда. Көбінесе плюс 1 дегенде плюс жазбай қояды. Әшін 1 деп қоя салады. Кез келген андай алдына таңба жоқ сандардың алдында плюс болады. Осыны жаттап алайық. Так, мына 735, 38, 41 деген есептерді өздеріңіз шығарып көріңіздер. Енді келесі мысалды қарайық. Так, мына жерде мынандай мысал бар, мынандай мысал бар. Осыны өтті деген. Так. Енді бүтін сандар көбейтіп бөліңіз дейді. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде тең дейміз. Тең. Екі жағында тұрған санды бір-біріне бөле саламыз. Просто бөлу дейме, бөле саламыз 4. Мына 15-ті 3-ке көбейт дейді. Көбейту тұр ғой. Көбейт дейме, екі жағында көбейту көрдік па, екі жағында санды көбейтіп жібере саламыз. 45 шығады. Мына бөлу дейді. Бөлудің екі жағында тұрған санды бір-біріне бөле жібере саламыз. 63-ті 7-ге бөле саламыз. Қанша шығады? 9 шығады. Енді таңбаларын анықтаймыз. Бұл жерде уже таңба деген нәрсе бар. Мынау минус 24. Минус 24-ті 6-ға бөлсек, минус 24 деген не ғой? 24 жоңғар. 24 жоңғарды 6-ға бөлсек 4 жоңғар қалады. 6-ға бөлу деген сөз, мысалы 6 топқа бөлдік та, 6 топқа бөлгенде әр топта 4 жоңғардан кетті сонда. Мынау 15 жоңғардар. 15 жоңғарды плюс 3-ке көбейт дейді. Енді бұл жерде бағанағы ереже бар ғой мынау. Плюс пен минус болса, осылар бұл көбейту, бөлу немесе жақша бар болса, осы ережені қолданамыз. Енді қараңыздар. Минус плюс. Минус пен плюс болса не болады? Минус болады. Екеуі екі түрлі болса минус болады, екеуі бірдей болса плюс болады. Мына минус пен минус 63 пен 7-де. Минус пен минус плюс болады. Плюс 9 шығады. Мына жерде де негізінде 69 есепте, 769 бірінші есепте. Мына алдында еш нәрсе жоқ болса, бұның алдында плюс бар деген сөз. Мына минус, мына плюс болған кезде мына минус шығады сонда. Так, енді 770 есеп қарайық. 9 жердегі 4-ің қанша? 36. Минус пен минус плюс болады. 12-ні 3-ке көбейтсек 36 болады бұлда. Плюс пен минус болады. Так, мынаны көрейік. Плюс пен плюс болады. 56-ны 8-ге бөлсек 7 болады. Мыналарды шығарасыздар. 48-ні 8-ге бөлсек 6. Плюс пен минус болады. 72-ні 9-ға бөлеміз 8. Мына 72-ның алдында ешқандай таңба жоқ. Онда бұл жерде плюс бар деген сөз. Көрінбейтін плюс. Еш нәрсе жоқ болса, ол өзіміз деген сөз. Қазақтарда енді өзіміз. Еш нәрсе жоқ. Так, плюс пен минус, бұл минус болады. Так, 54-ті 6-ға бөлеміз. Ең соңғы есепте 9 бола ма? Минус пен плюс болады. Келесі мысалдарды қарайық. Амалдарды орындаңыз дейді. Бұл жерде не істейміз? Бірінші көбейтуді орындаймыз, одан кейін бөлуді орындаймыз. Одан кейін барып екісі шыққан санды бір-біріне қосып жібереміз. 5 жердегі 2 қанша? 5 жердегі 2 10. Минус пен минус плюс болады. Одан кейін плюс 20-ны минус 4-ке бөлеміз. Плюс 20 минус 4 не болады? Плюс пен минус болады. 24-ке бөлсек 5 болады. Мынау енді бағана қазақтар мен жоңғарлар деген есепке келеді. 10 қазақ пен 5 жоңғар не істейді? Қазақтар артылады. Қанша қазақ артылады? 5 қазақ артылады. Раз-на-раз кеткен кезде уже 5 жоңғар мен 5 қазақ кетіп қалды да, и 5 қазақ артылып қалды. Так, енді мына жерде не болады? Екінші есепте мына бірінші бөлуді орындаймыз, одан кейін көбейтуді орындаймыз. Екі шыққан санды бір-біріне қосып жібереміз. Так, минустан қараңыздар. Мына минус пен минус не болады? Екеуінің орнына бір плюс қойып жібереміз. Плюс 8 болады сонда. Бөлу минус 2. Қосу. Мына жерде не болады? Минус 10. Көшіріп жазылайын. Так, плюс 8-ді минус 2-ге бөлеміз. Не шығады? Жақша қоясақ та болады, қоймасақ та болады. Разница жоқ. 8 2-ге бөлсек 4 шығады. Таңбасы минус пен плюс пен минус болады. Өйткені екеуі екі түрлі. Так, енді мына жерде қосу дейміз. Минус 10-ды минус 5-ге көбейтеміз. Минус пен минус плюс болады. 10-ды 5-ге бөлсек 50 болады. Енді мына жерде плюс пен плюстың арасында сан жоқ болып қалды. Сан жоқ болса жақша қоя саламыз. Енді мына 2 плюстың орнына не қоямыз? 1 плюс қоямыз. Плюс пен плюс болады. Есепте жақша бар да, өйткені жақша бар болса бағанағы ереже плюс пен плюс болады деген ережені қолданамыз. Так, мынау не болады? Минус 4 қосу 50 болады. Бұдан не шығады? Мына 4 жоңғар 50 қазақ. Кімдер артылады? Қазақтар артылады. Қанша артылады? 46 қазақ артылады. Өйткені 50-ден 4 таптасақ 46 қалады. Так, үшінші есепке қарайық.
бұл жерде не істейміз? 810 есеп. 810 бірінші көбейтуді орындаймыз. Одан кейін барып басқа көбейту бөле жоқ, қалғандарын одан кейін орындаймыз. Минус 7 тұра берсін. Азайту дейміз да, мына минус 4-ті минус 5-ке көбейтеміз. 4 жердегі 5-іміз 20, таң басы минус пен минус бізде плюс болады. Так, мына минус пен плюстің орнына не қоямыз? Екеуі вектерлі болса минус болады. Минус 9 дей салайық. Болды. Тең. Енді мына минус пен плюстің орнына бір минус қоямыз. Өйткені екеуі вектерлі болса минус болады. Минус 7, минус 20, минус 9. Не істейміз? 7 жоңғар, 20 жоңғар, 9 жоңғар. Үшеуі де жоңғар. Бірігіп кетеді да, үшеуі қосылып кетеді. Қанша жоңғар болады? Бірігіп 29, 36 жоңғар бола ма? 36 жоңғар болады, міне, 36 жоңғар. Минус 36 шығады сонда жауап. Ал енді соңғы есепті қарайық. Не істейміз? Бірінші көбейтуді орындаймыз, одан кейін бөлуді орындаймыз. Одан кейін екеуін азайтып жібереміз. Ортасына азайту тұр. 9 жердегі үшіміз бізде 27. Плюс пен минус бізде минус шығады. Азайту 12-ні 3-ке бөлсек бізде 4. Плюс пен минус бізде минус шығады. Енді минус пен минустың ортасында сан жоқ, жақша қойып жібереміз. Тең минус 27. Минус пен минустың орнына плюс қоямыз. 4 дейміз. Жақшаны жоқ жібереміз. Енді не шығады мына жерден? 27 жоңғар, 4 қазақ. Не істейді? Кімдер артылады? Жоңғарлар артылады. Минустан шығады. 27-ні 4 тапсақ қанша жоңғар артылады? 23 жоңғар артылады. Жауабы 23. Минус 23. Осымен бүгінгі тақырып бізде аяқталды. Сабағымыз аяқталды. Осындай таңбаға байланысты есептерден шатаспай, осылардан тағы да біраз жаттығу ретінде есептер шығару керек сіздерге. Бүгіндікке сабақ аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, комментария қалдырып кетіңіздер. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.